Ассаламағалейкум, әлеуметтік желі қолданушылар. Бұл Түркістан облысы Сарыағаш ауданы, Көктерек елді мекені. Менің айтайын дегенім, мынау Көктерек елді мекенінде бізде осынша санатория бар ғой. Енді санаториялардың барлығы себебі, салынып жатқан себебі бізде мынау минералды су мәселесі ғой. Бұл минералды су баяғыда курортымызда 3-ақ санатория болған. Профсоюзный, МВД, детский санатория болған. Сол кейін және де минеральный завод болған. Баяғы союздың уақытысында олардың өзінің бұлағы, профсоюздың өзінің бұлағы, жаңағы МВД-ның өзінің бұлағы болған. Енді менің айтайын дегенім берді. МВД уақытысында сол суды, ағып тұрған суды халықтан қызғанып, кран қойып, жауап беріп, су қайтып кетіп қалды. Ендігі мәселе әзір профсоюзный санаторияда мынау небір түрлі жаңағыдай басшылар келіп жатыр да бізге. Басшылықтар билік келіп, пилер тарылып баратыр. Сол баяғы Армандыкіндей, МВД-дікіндей болып, минералды суды қайта-қайта жауып қойып жатыр әзір. Кран қойып, қысып, халыққа бермей. Бұл Құдайдың берген суы ертең осы жауап беріп, су қайтып кетіп қалса не істейді екен? Мына әзірге билікке келгендер, өзіміздің Сарыағаш өңірінен емес та, билікке келгендер. Осыдан бір 10 шақты жыл бұрын Камардин деген осы билік болды, осы неде профсоюзный санаторияда. Қайда не болса да мынау санаторияда жаңағыдай Наурыз мейрамдары болып жатыр, ораза айт кездері болып жатыр. Ауылдың халықты шақырып, үлкен шалдарды шақырып, құдай өткізіп, санаторияға неше жылдан бері профсоюзда істеп келіп жатқан қарияларымызға путевка беріп, демалдырып жүретін. Жоқ, әзіргі билік, мынау көшеден қаңғып келген билік, тек қана қалтасын толтыруға келген берге. Қазір қарап отырсақ, суды да өзіміздің жаңа Құдайдың берген осы курортқа келген суында әзір қызғанып, кран қойып, халық мына минеральный судан қиналып жатыр. Постоянно ағып тұратын союз уақытысында шалжырап, ешқандай кран болмайтын бір үлкен тұрбадан ағып тұратын су. Қазір ондай су жоқ, барлық жерге кран қойып тастаған. Сол мәселені Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлынан осы мәселені шешіп берсек, біздің өзіміздің Сарыағашқа, өзіміздің профсоюзный санаторияларға жаны ашыр, өзіміздің Сарыағаш өңірдің адамдарын қойсаңыздар. Ол көшеден қаңғырып келген билік керек емес бізге. Ол келіп, тек қана өзінің қалтасын, өзінің жағдайын ойлап отыр. Халықты ойлап отырған жоқ, өзінің қалтасын ойлап